Сәлем достар, бүгін осындай өте дәмді әрі қарапайым тағам дайындадым. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен жақсылап жуылған тауықтың етін ұсақтап турап, қызып тұрған майға қуырып алатын боламыз. Жақсылап қуырамыз, басында шамалы суы шығатын болады. Мінекей осылай суы шығатын болады. Сол үшін араластырып тұрып, қақпақтың бетін шамалы ашып қойып қуырып аламыз. Суы азайғаннан кейін үстіне пиязын және басқа да көкөністерді шетінен салып араластырып, татымына қарай тұзын және бұрышын специяларымызды салып пісіріп аламыз. Мінекей мен осындай роллтон специясын қолданамын, барлық тағамдарға қосамын, өте дәмді болып шығады. Және де қалауыңызша чеснок қоссаңыздар болады. Менде осындай құрғақ чеснок болды, соны қостым. Жақсылап араластырамыз, жуасы әбден осылай сарғайғанша дейін қуырып аламыз. Одан кейін басқа көкөністерімізді салатын боламыз. Қалауыңызша турап және де қалаған көкөністеріңізді қоссаңыздар болады. Және де осы жерде томат қосса да болады. Мен осы жолы томаттың орнына помидорды қосқым келді. Және де менде үйде терияки соусы болды, оны да қостым. Бұл соусты қосу маңызды емес, қалауыңызша қоссаңыздар да болады. Жақсылап араластырамыз, одан кейін үстіне кішкене 1-2 ас қасықтай ұн салып, тағы да араластырамыз. Ол біздің подливымыздың, жаңағы дайындап жатқан гуляшымыздың сұйық болмай, шамалы қоюлау болуы үшін ұн қосылатын болады. Жақсылап араластырып, үстіне ыстық суымызды құйып, кішкене бетінен асырып құямыз да, тұндырып қоямыз, газдың астын басып. Ол гуляшымыз піскенше дейін гарнирге мен осындай күрішті пісіруді жөн көрдім, және де бір ерекшелігі, оның қасына мен осындай ұсақ вермишель салатын боламын. Каша ретінде пісірілетін вермишельді да салып, екеуін араластырып бірге пісіремін. Араларыңызда дәл осылай мен сияқты гарнир жасайтындарыңыз бар ма? Вермишель мен күрішті бірге пісіретін комментарийға жаза кетіңіздер. Осылай әбден қуырып аламыз, араластыра отыра сарғайғанша дейін. Одан кейін бетінен асырып кішкене су құйып, татымына қарай тұзын, специяңызды салуыңызға болады. Және де оны да газдың астын басып, тұндырып пісіріп аламыз. Мінекей 15-20 минутта менің гарнирім дайын болды. Осылай шашыраңқы болып пісті. Және де оған дейін менің гуляшым да дайын болды. Өте тез дайындалатын тағам. Сіздерге де кеңес етемін, кейде обедке немесе ужинға жасасаңыздар болады. Ал достар, рецебім ұнап жатса лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.